Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бөлім тақырыбы бойынша жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі. Сабақтың тақырыбы түлік төлден өседі. Оқу мақсаттары: ақпаратты түсіну, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау, мәтіндегі түзету және редакциялау, мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып түзету және редакциялау. Ой шақыру. Төлді қалай шақырады? Қойды пішайт-пішайт, ешкіні шөре-шөре, түйені көз-көз, сиырды аухау-аухау, жылқыны құрау-құрау. Сіздерге оқылым тапсырмасы. 62-ші беттегі 11-ші тапсырманы орындаймыз. Сіздерге оқылым тапсырмасы үйге 61-62-ші беттегі кестені толтырып жазамыз.